Күйеуім екеуміз жақында корейский шоу қарап бастадық. Ол жерде 100 атлетов деген енді Кореяның ең мықтылары келіп жиналады да, сөйтіп бір-бірімен жарысады ғой. Бұрын бізде намыс тода деген болушы еді ғой. Примерно сол сияқты шоу. Өте қызық. Екінші сезонын қарап жатамыз. И потом сол жерде бір жарыс болады. Сол жарыстың барысында мен бұл әлемдегі барлық нәрсені түсінгендей боламын ғой. Өйткені екі командаға бөлінді, 5-5 адамнан. Лабиринттің ішінде ортада көп қап жатыр да, 30 килограммдық қаптар. И лабиринттің арасында 80 килограммдық үлкен бачоктар жасырылған, бірақ оны іздеуің керексің лабиринт арасында. Ал қаптар ортада көрініп тұр. И оны өзінің таразысына салу керек. Әр команда таразысы белгілі бір көлемде, соны толтыру керек, получается, 15 минут беріледі. Сөйтіп барып бір команданың настройы мынадай болады: давайте лучше үлкен бачоктарды тауып, тез-тез үлкен килограмм и ары қарай демаламыз деген сияқты ойлайды да. Олар бачоктарды іздеуге кетеді. А бір команда ортадағы, давай көзіміздің алдымыздағы анау қаптарды аламыз да өзімізге толтыра берейік, ештеңеге қарамайық, сконцентрироваться етейік, уже бар нәрсеге дейді. И сонымен не істейді? Аналар іздейді, уақыт жоғалтады, 15 минут кетіп бара жатыр. Табады, таппайды емес, бачокты салады, бачок деген мынандай үлкен жерді алады да, сонымен анау өздерінің таразысы бірден толып қалады, жанына кішкентай қап сыяды. Аналар ештеңеге қарамай 5 адам прямо ана қаптарды 30 килограмм тез екеуден апарып толтырып тастайды. И кім жеңеді деп ойлайсыздар? Конечно, қабы көп адамдар, өйткені қап көп местан алмайды, бірақ әрқайсысы 30 килограммнан. И так логично есептейтін болсаң, 3 қап тапырсаң, в общем, бір бачокта сен іздеуге уақытын келтірмейсің. И өмірде сондай ғой деп айтқым келеді да. Өмірде де көп адамдар бір нәрсені бастайын десе, бір анадай сверх жолды іздеп жүреді да. Мысалы, мен блог жүргіземін, блог жүргізуге үйретемін. И көп адам блог жүргізетінде осындай да. Мысалы, блог жүргізетін кезде де ататын рилсты іздейді. Давай мен ататын бір рилс іздеймін, чем күн сайын өтірік рилстар жасай бергенше деп ойлайды. Бізге бір сверхъестественно сондай путь іздеп керек емес негізі. Іздеп, сондай қиын жолмен уақыт кетіріп, бізге просто күн сайынғы кішкентай қадамдар керек негізі. Мен үнемі осы оймен өмір сүремін, өзім де осы тактикада өмір сүремін. Ешқандай ататын, ешқандай бір мотивация беретін, ешқандай маған новый нәрсе іздемеймін. Просто и так бар нәрсемен істей беремін. Көз алдындағы нәрсемен просто күнде істесем болды ол нәрсені. Сол секілді айтқым келетіні, кез келген салада жетістікке жетуге болады. Бірақ маңыздысы ататын бір нәрсе іздемей қойыңыздар, бір жарып кететін, прорыв жасап жіберетін. Күн сайынғы кішкентай қадамдар анағұрлым маңызды дегім келеді.